Қайырлы күн оқырмандарым, сіздерге бүгін кешкі шайға таптырмас ең дәмді, өзімнің ең сүйіп жейтін десертімнің бірі бұл муравейник торты, яғни құмырсқаның илеуі деп аталады қазақша. Бүгін соны сіздерге жасап беретін боламын. Сонымен қатар бұл десерттің жасалу жолы өте оңай, жылдам. Ең біріншіден бөлме температурасындағы сары майға қант қосамыз, жұмыртқа, сода және тұз қосып, бір ыдыста жақсылап араластырамыз. Қолдың көмегімен араластыруға болады, я болмаса миксерге жүгінуге болады. Бұл қоспамызды жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне біртіндеп ұн қосамыз да қамыр илейміз. Енді осы қамырымызды 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Менің қамырым тоңазытқышта 2 сағаттан көп тұрып қалды және теркуден өткізуге өте ыңғайлы болды. Сол себепті оны үккіштің ең үлкен көздерінен өткіздім. Я болмаса оны ет татқыштың көмегімен өткізіп алуға болады. Видеода көрсетілгендей үккіштен өткізген қамырымызды форманың бойымен жайып, оны 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Осы қамырдан менде 2 протеин муравейник тортының корждары шықты. Мүмкін біріңіз біліп, біріңіз білмейтін де шығарсыздар. Мендегі бір құпия, өте асыққан кезде қамырды мен жарты сағатқа ғана қойып аламын да, оны қолдың көмегімен, яғни қамырымызды үзіп сөйтіп пісіріп аламын. Қамырымыз піскеннен кейін оны суытып қоямыз. Содан кейін осы видеода көрсетілгендей қамырымызды қолдың көмегімен майдалап аламыз. Содан кейін оған қалауымызша грек жаңғағын қосамыз. Содан кейін оған вареная сгущенка мен кәдімгі қоюландырылған сгущенканы қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін оны өзімізге қажетті формаға салып, үстін нығыздап басып, холодильникке қойып қоямыз. Дайын болған тортымызды өзіміздің қалауымызша әсемдеуге болады. Үстіне мак сеуіп, я болмаса шоколад ертіп құюға болады. Бұл енді әркімнің өз қалауынша. Мен өзімнің кешкі шайға деп әзірлеген тортымның үстіне вареная сгущенка құйып, үстіне шоколад үгітіп әсемдедім. Мінекей әп-сәтте қолда бар ингредиенттермен жасалатын өте дәмді торт. Осындай тәтті тортпен шайларыңыз дәмді де қанық болсын. Келесі жүздескенше.